Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгінгі біздің қызықты тақырыбымыз ақша ағашының бізге тигізер шипасы. Бүгінде ақша ағашы деп аталатын өсімдікті көп үйден кезіктіруге болады. Яғни, оны үйге ақша шақырады деп өсіреді. Бұдан бөлек, оның бактерияға, вирусқа қабынуға қарсы да әсері зор. Үйде біреу сырқаттана қалса, бөлмедегі ақша ағашының ахуалы нашарлай бастайды. Яғни, ол зиянды қуатты өзіне тартады, солып, жапырағы түседі. Ал адам сауыққан кезде оның жағдайы да жақсара бастайды. Осыған орай гүл өсірушілер келесідей рецепттер ұсынады. Ақша ағашы ерінге ұшық шыққанда, яғни герпес шыққанда пайдалы. Ол үшін бірнеше жапырағынан шырынын сығып алып, бүлінген жерге әр 30 минут сайын қойып тұру керек. Шырынды матаға сіңіріп, оны бүлінген жерге пластырмен де бекітсе болады. Ангина, тонзиллит мазалағанда 10 дана жапырағынан сығылған шырынға 200 мл су араластырып, онымен тамақты күніне 3-5 рет шайып тұрған дұрыс. Таңертең тамақтан 1 сағат бұрын 2 жапырағын әбден шайнап жеуге де болады. Оны пиелонефрит циститке де қарсы пайдалануға болады. 5 жапырағын уақтап, үстіне 200 мл ыстық су құяды. Сосын 1 сағат тұндырып сүзіп алады. Күніне 1 ас қасықтан 3 мезгіл, тамақтан 15 минут бұрын ішеді. Артрит, артрозға қарсы қолдану. 10-15 жапырақтың шырынын сығып, бүлінген буынға ұйқыға жатар алдында жақпа май есебінде қолданады. Ақша ағашының жапырағын тіліп, геморройға қолданса да көмектеседі. Жарақат, жара, күйік, сіңір созылуы, соққы әсерін жою кезінде де ақша ағашының жапырағынан ботқа жасап, зақымданған жерге жағу, үстінен дәкемен бекіту керек. Әр 2-3 сағат сайын кебуіне қарай таңғышты алмастырып тұруға болады. Бір ескерту, ақша ағашында мышьяк көп. Сондықтан одан жасалған тұнбаны тым көп ішуге, жалпы оны шамадан тыс қолдануға болмайды. Осыны ұмытпаңыз достар. Әрине, бірақ егер де әртүрлі ауруға шалдыққан болсаңыз, міндетті түрде дәрігерге қаралған жөн болады. Осымен достар, сіздермен болған оңай каналы. Келесі кездескенше достар.